Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Құрманың 10 түрлі пайдасы. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштықта талғажау етуге болатын дәлелдеп отыр. Құрманың 10 пайдасы. Біріншісі, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екіншісі, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшіншісі, ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Төртіншісі, құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесіншісі, мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Алтыншысы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Жетіншісі, құрма йодқа бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншысы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншысы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.